Сәлеметсіңдер ме балалар, математика 2-ші сынып 17-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап, ауызша және қосу және азайтуды үйренесің. Қосу және азайтудың қалай орындалғанын түсіндіріп қорытынды жаса. 26 қосу 7, 26 қосу 4 қосу 3 тең. 30 пен 3-ның қосындысы 33. Бұл жерде балалар 7 санын сандық құрамға бөліп алдық. 4 және 3 сандарына. 33 азайту 7. 33-ті енді 20 және 13-ке бөліп аламыз. 20 қосу жақша ішінде 13 пен 7-ның айырмасы 20 қосу 6-ға тең. 26 болады. Екінші есеп қосу мен азайтуды қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 27 қосу 36. Ондықтар мен бірліктерін қосамыз. 20 қосу 30. Бізде 50. 7 мен 6-ның қосындысы 13. Сонда 63. 63 азайту 27. 63-ның ондығы 50, 13-ке бөліп аламыз. 27-ні 27-ге. 50 мен 20-ның айырмасы 30. 13 пен 7-ның айырмасы 6. Сонда 36 шығады екен. Үшінші есеп өрнектің мәнін өзіңе тиімді тәсілмен тап. 68 қосу 4. 68-ге қосамыз 2-ні жақша сыртына 2, яғни 4-ті 2-2-ден бөлдік. 70 қосу сонда 2, 7-2. 92 азайту 7. 92 7-ні 2 және 5 сандарына бөлдік, яғни 2 мен 5 қосы 7 шығады. 92-ден 2-ні азайтамыз жақша ішіне, одан 5-ті азайтамыз. 90 мен 5-ның айырмасы 85. 72 және азайту 57. 72-ні 60 және 12. 57-ні 50 және 7 сандарына бөліп аламыз. Жақша ішіне 60 пен 50-дің айырмасы 10. 12 мен 7-ның айырмасы 5. Сонда 15 болады. 38 қосу 54. Жақша ішінде 30 қосу 50. 8 мен 4-дің қосындысы ондықтар бірліктер. 80 қосу 12, 92. Төртінші есеп жазуды толықтыр және жауабын тап. Бізге 54 қосу 9 тең болады 50 қосу берген, яғни біз бірліктерін жақшаға аламыз. Жақша ішінде 4 қосу 9, 50 қосу 13 тең болады 63. Әрі қарай 56 азайту 9 тең болады 40 қосу. 16 азайту 9 тең 40 қосу 7, 47. 48 қосу 26, 40 қосу 20, 8 қосу 6, 6 қосу 14, 74. 72 азайту 24. 60 азайту 20, 60 азайту 20, 40, 12 азайту 4, 8, 48. Бесінші есеп. Есептерді шығар. Ата мен әжемнің 15 немересі бар. Олардың 7-еуі қалада, ал қалғандары ауылда тұрады. Ата мен әжемнің ауылда неше немересі бар? Қалада 7, ауылда белгісіз. Барлығы 15. 15-тен 7-ні аламыз. 8 немересі бар. Сонда ата мен әжемнің ауылда 8 немересі бар. Алтыншы есеп. Тиісті амалдар таңбасы мен белгісіз сандарды тап. 77 азайту 38 қосу 17 жақша ішінде тең болады 22. 8 жақша ішінде 86 мен 18-ның айырмасы қосу 0, 68. Жетінші есеп. Есептеу тәсілдерін түсіндіре отырып шығар. 86 мен 8-ның қосындысы 80 қосу 6 мен 8-ның қосындысы 14. Екеуінің қосындысы 94. Яғни 8-ның 6-ның ондығын бірлігін алдық. 56 қосу 27. 56-ның 50 ондығын 6 бірлігін алдық. 27-ның 20 ондығы 7 бірлігі. 50 қосу 20, 70. 6 қосу 7, 13. Сонда 83. 82 азайту 6. 70 қосу 12 азайту 6 тең болады. 70 пен 6-ның қосындысы 76. 94 азайту 65. 80 азайту 60 қосу 14 азайту 5.
20-9-ның қосындысы 29. 8-ші есеп. Ағам екеуміз ойыншық балықтар ауладық. Ағам 3 балықтан аулағанда, мен 2 балықтан ауладым. Егер барлығы 15 балық болса, онда әрқайсымызда неше балық ауладық? Ағасы 3 балықтан, інісі 2 балықтан, барлығы 15 балық. 3 қосу 3 тең 9 балық ағасы. 2 қосу 2 қосу 2 6 балық өзі. Ағасы 9 балық, інісі 6 балық аулады. Әсінде, аулада 16 бала ойнап жүрді. 5 баладан басқасы үйлеріне кетті. Неше бала үйлеріне кетті? Қалды 5 бала, кетті белгісіз. 16 азайту 5, 11 бала. 11 бала үйлеріне кетті. Міне балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.